Армысыздар ма, есен сау амансыздар ма? Бақытқа қалай кенелуге болады? Бүгін бақытты психологиялық емес, биологиялық тұрғыдан қарастырсақ. Биология тұрғысынан бақыт дегеніміз мида және бүкіл ағзада жүретін күрделі нейрохимиялық процестердің жиынтығы. Осы процестер адамның ләззат, қанағат және қауіпсіздік сезімін қалыптастырады. Адам бақытқа 5 сезім мүшелері арқылы бөленеді. Бірінші, иіс сезу арқылы. Иістер эмоцияларды іске қосалады. Лимбиялық жүйе арқылы окситоцинге, кортизолға әсер ете алады. Екінші, бақытқа кенелудің жолы ол есту арқылы жүзеге асады. Музыка, дауыстар эмоцияларды іске қосалады. Дофаминге және стресс гормондарына әсер ете алады. Үшінші, бақытқа кенелудің жолы дәм сезу арқылы жүзеге асады. Тамақтану арқылы дофамин, инсулин және тоқтық гормондары іске қосылады. Төртінші, бақытқа жетудің жолы сипап сезу арқылы жүзеге асады. Жанасудан окситоцин артады және стресс төмендейді. Бесінші, бақытқа жетудің жолы көз арқылы жүзеге асады. Көз жарықты қабылдайды. Бұл кешке мелатониннің төмендеуіне, таңертең кортизолдың түсуіне және серотониннің көтерілуіне әсер етеді. Сол себептен болар қазақтар киіз үйдің есігін шығысқа қаратқан екен. Осы 5 сезім мүшелері гормондарды тікелей басқармайды, тек миға сигнал жібереді. Ал гормондарды ми іске қосады. Яғни 5 сезім мүшесі бұл тек датчик рөлін атқарады. Ал гормондар мидың басқаруымен жүретін ағзаның ішкі химиялық реакциясы. Енді басты гормондарға тоқталсақ. Дофамин қашан бөленеді? Адам бір нәрсеге қызығатын болса, мақсатқа ұмтылса, оның бойында дофамин бөлене бастайды. Мысалы, ешкі көк шалғынды көргенде, оның миында дофамин бөлене бастайды. Екінші маңызды гормон серотонин. Бұл тұрақтылық, тыныштық, бірқалыптылық, сенімділік сезімдермен байланысты. Мысалы, ешкінің қарны тойғанда серотонин бөленеді. Адамда ішегінде көп серотонин бөленеді. Келесі маңызды гормон кортизол. Ол сергектік пен зейінділікті арттырады. Бірақ оның шамадан тыс көп болуы организмде ауру тудыру немесе мазасыздықты арттыру мүмкін. Қорытындылай келе, биологиялық тұрғыдан айтатын болсақ, бақыт дегеніміз ол осы гормондардың өзара тепе-теңдігі және олардың уақытқа сай дұрыс бөлінуі.